Қасқырдың өзге аңдардан дара, олардың ешқайсысына ұқсамайтын қасиеттері көп. Мұны қазақ жақсы білген. Қасқыр жайында қазақ халқында қалыптасқан ұғым түсініктер көп. Қасқыр ешқашанда 2 рет жұп құрмайды. Қаншығы, яғни құртқасы өмірінде бірақ рет бөлтірік дейді. Қасқырдың терісін тірідей сойып алсаң да, қыңсылап дыбыс шығармайды. Қасқырдың терісін сыпырсаң да, тектілігін сыпыра алмайсың деген ата-бабаларымыздан қалған сөз бар. Қасқырдың терісін сыпырып алғаннан кейін де етіне шыбын-шіркей қонбайды, құрттамайды, қатқан болып жата береді екен. Исін сезген бірде-бір аң еттің маңына да жоламайды. Бұралқы иттер қасқырдың өлексесі бар үйдің маңынан аулақ жүреді. Еркегін күшік кезінен асырасаң да, құйрығын бұлғаңдатып еркелемейді. Тек құртқалары құйрығын бұлғаңдатып еркелейді. Қасқырлар құйрығын көп көтеріп жүрмейді. Тек шабуылға шыққанда немесе қарсы жаумен қарсыласқанда, өзіңе қатты сенімді болған кезде құйрығын көтереді екен. Иттің иесі болғанымен бөрінің тіңірісі бар деген ата-бабалардан қалған қазақта мақал бар. Қасқырлар жазда тауға, қыста жазыққа ұмтылады. Қазақ қасқырдың атын атамаған, құтырып кетеді деп ойлап, ит құс деп атаған. Қасқырдың терісінен жасалған ішікті белсіздікке ұшырайды деп жас жігіттерге кигізбеген. Тек қасқырдың терісінен жасалған ішік тон киімдерді үлкен қарт кісілер киген. Қасқырдың ішігін жамылған адамды боранды дауыл болса да, су, ызғары өтпейді. Қасқырдың терісін 1-2 сағат бөстек қылып отырсаңыз, күні бойы денеңіз қызып жүреді. Терісін аяқ киімге ұлтарақ қылып салсаңыз, табаныңыздан еш уақытта суы өтпейді. Бірақ қан қысымын көтеруі мүмкін. Қазақ бөріні киелі деп бір тұтқан. Қазақ халқы көне заманнан байрағына көк бөрінің бейнесін бейнелеген. Қасқырдың жүрегімен баланы ауыздандырса, ол бала қасқырдай алғыры тегін болмайды деп ырымдаған. Әсіресе қазақ батырларының аналары 2 қабат кезде қасқырдың жүрегіне жерік болып, жүрегін жеген. Балаларымыз қасқырдай алғыр, өжет батыр болып өссін деп. Әйелінің аяғы ауыр кезде ер адам түсінге көк бөрі көрсе, онда ол текті бала туады деп жорыған. Қасқырдың тісін, тырнағын бойтұмар қылып тағып жүрсе, тіл көзден аман болады деп ұққан. Қасқырдың інжісі жатқан жерге бұралқы иттер тағы басқасы жоламайды. Қасқыр еш уақытта иттің күшігін бауырына баспайды, ал ит қасқырдың күшігін бауырына баса береді. Қазақ тектілері түрлі жағдайларға байланысты кейбір азаматтардың нағашысының қолында болып кейін өз жұртына келсе, итемген сүтемген деп атаған, яғни 2 киелі руақты емген. Қасқырдың асығы мен иттің асығы бір-біріне ұқсамайды. Ұйлыққан қасқырды қазақ атпаған, өршіленіп кетеді деп ойлаған. Жазатайым атып қалса, екеуін де атып алуға тырысқан.